Akşam şerifiniz hayırlı olsun. Bugün Kırmızıgalının 1112 күні devam etmekте. Эфирде заман студияда сіздермен Шевкет Наматулаев Селямлайым ve бөлі бір мәліматларынан таныш етмеге азырмыз. Мустафа Дегирменджи ve Эрвин Ибрагимовның бабалары Европа парламенті депутатлары оғынды чықыш яптылар. Не можем понять, за что судят нашего сына. Не могут привести ни один довод, в чем можно обвинить моего сына. Украина баш назиры Түркияда яшаған Қырым татарларымен көрішті. Европа номераларынан айдаушылар Киевтен меркези соқағыны блок еттілер. Қырымда Ички районы Заветной койы сакені Эмиль Мухтаремов тұтылған. О достынен банктан шығып машинасына минген вақыт ФСБ қадемлері оны арабасындан шығарып, өз арабасына отыртып, ФСБ бөлігіне алып кеткенлер яқынлары білдіргеніне көре, оны кефе ФСБ бөлігінде тұтқанларында есе Ялталы сакенлер аққында сұрав кечірмеге тырышқанлар. Бірқач сааттан соң оны азат етіп, Қарасу базар Ички yoluna ташлап кеткенлер. Зибіне койына кетіп, Қарасу базар район, шөлде ташлап, қорқытып, бұлай апарық деп, анау зимеза сразу ясно дышит это есінде. Сон, давай мы сейчас уходим, а ты, значит, себе можешь идти в могилу, и с тем они уехали. Киплер, у нас уходит кемекенлер. Арсыланған Эрвин Ибрагимов ve сияси мабус Мустафа Дегирменджинің бабалары оғылары ақында Европа парламентінде тариф еттілер. Анда олар депутатлар үшін конференция кечірділер. Умер Ибрагимов оғылының қырсылануынан бағлы видео делилеріні тақдим етті. Бекер Дегирменджи есе оғылы не себептен 2 жылдан берлі апысте тұтылғанын айтып берді. Адвокат Эмиль Курбединов уммен Қырымда олған вазиет ақында чықыш япты. Год и 10 месяцев он сейчас сидит в тюрьме. Ему ничего не могут толком предъявить. Суды у нас уже больше 70 судов прошло. И на сегодняшний день нет у них ни одного доказательства. Все это происходило, когда Крым был в составе Украины. И на сегодняшний день мы не можем понять, за что судят нашего сына. Не могут привести ни один довод, в чем можно обвинить моего сына. Вина моего сына, что он вышел на мирный митинг в защиту территориальной целостности Украины. 300 метров до дома не доехал. Останавливают его сотрудники ДПС в полицейской форме. Выходят из машины и идут в Форд Транзит, где он пытается уже в последний момент убежать, но его сваливают и в буквальном смысле закидывают машины и увозят в неизвестном направлении. И хотел бы обратиться к вам по мере возможности, что в этой ситуации помочь. И таких, как он, там немало. Очень большое количество. Нарушения прав человека уже слились в такую массу, что как репрессии по-другому это не назовешь. Это репрессии против коренного народа, крымских татар, крымских мусульман, репрессии в отношении гражданских активистов, журналистов. Мы вернулись в какое-то далекое прошлое СССР, когда людей, которые обвиняются по таким политическим статьям, без решения суда, по постановлению следователя, сажают в психиатрическую больницу. Мы ощущаем себя иногда в каком-то гетто, я прошу прощения. И на это тоже нет никакого эффективного расследования. Мы жаловались, мы писали до самых высших инстанций, которые фактически присутствуют на территории Крыма. Нет никакой реакции. Все законно. Işgalciler prokurorы 26 февраль іші бақылмасында иштирак еткен адвокат Жемил Темишев иштен четилештирилмесini талап етті. Ошымды 26 февраль іші бойынша сербеслікте олған қабатланғанларының менфаатларını қорчалай. Бұны оның зенаддаша адвокат Эдем Семидляев білдірді. Işgalciler mahkemesi Мустафа Дегирменджи ve Али Асановны апрелінің 7-сіне қадар апысте қалдырды. Олар 2014 сенесі 26 февраль күні Қырым парламенті оғында өткерілген митингте Кутлеви қалабалықларда иштирак етмекте қабатланалар. Все адвокаты были против. Единственный адвокат Адвокатларның эксериеті қаршы чықтылар. Тек бір адвокат прокурор тешебусіне қол тұтты. Енді Темишев имзалаған весиқаларны иштен алып прокурорға бермек керекміз. исключить из уголовного
Кырымтатар фальжилері 26 февраль іші бойынша қабатланғанлар тез вақытта азат олынмасы үшін дуа кечірділер. Бұне берабер Ришат Аметовны да аңып дуа оқыдылар. Тамам 3 ел евелсі вақши же өлдірілген Ришат Аметовның жесеті тапылған еді. Аметов Қырым ишғалінің бірінші құрбаны олды. Tez vakitte kaytıp evlerine, bala-çakaların yanlarına kaytıp kısmet edip, dünyada Müslümanlar kaldırmak kalımları yerinde. Ya Rabbim Allah'ım. Татарстанның бірқат шерінде ФСБ қадемлері кечірген тенту шершевесінде 15 инсан яқаланған. ФСБ аңлатқанына көре Хизбут Тахрир азаларының көреші екенлереміш. Тентулер девамында силялы қоветлер қадемлері тек дини китаплар тапқанлар. Rusya Federatsiya Jinoiy kodeksining 1 ve 2 maddelerine göre 13 jinoiy iş açıldı. Yani teröristik teşkilatının teşkil etmesi ve iştirak etmesidir. Mart 14 günü FSB Tadqiqat Komitetinin Tış işleri Nazirligi ve Rosgvardiyanın gayreti ile bir vaqtda 30 adres boyunca mezkur struktura azaları ve yolbaşçılarında tintuvler keçirildi. Украина Türkiye münasebetlerinin 25-ci yıllığında Ukraina baş naziri birinci kere Türkiye'deki Kırım Tatarları derneklerinin yolbaşçılarının konuştu. Vladimir Groysman dernek vekillerinin memleket aralarında olğan münasebetleri Kırım Tatarları ve Milli Batalyon hakkında söz yürütken. Buna beraber Groysman Türkiye'deki meclis temsilcisi Zafer Karatay ve Hakan Kırımlı'nı Ukraina Türkiye münasebetlerine kol tutkanları için yarılıklarının takdirledi. Ukrayna Cumhurbaşkanımızın anayasayla yeni anayasada Kırım Otonom Tatar Cumhuriyeti oraya koymamız lazım. İşte bunu yapmamız lazım ki Kırım'ın geri dönüşü daha kolay olsun dedi. Bunu soracağız. Bir de ikincisi Rusya ile ilişkilerde, diplomatik görüşmelerde Kırım'ı bu görüşmelerin dışında mı tutacaksınız şeklinde soru. Yani bunlar böyle belli başlı, bunları soracağım. Ama ağırlıkta ATR Televizyon ve Kırım Tatar taburundan ilgili. Türkiye hükümeti ve buna yandaş olarak da birlikte olarak da Ukrayna hükümetiyle birlikte hareket etmesini ve işgalin bir an önce sonuçlandırılmasını, oradaki öz halkımızın özgürlüğüne kavuşturulması ve ilerleyen dönemde mesela diaspora kimliğine biz çok önem veriyoruz. Diaspora kimliği bizim için önemli. İleride de belki biz göremeyiz ama çocuklarımızın belki geri Kırım'a dönmesi ve orada yaşaması bizim için önemli. İşte fırsatla faydalanıp bizim başbakanımızın huzurunda size bu işgalden sonra işgalcilere karşı Kırım'ın boşaltılmak için yaptığınız hareketlerden dolayı size teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Ve umut ederim ki bu hareketler devam edecektir. Kırım tamamıyla işgalden boşaltılıncaya kadar. Ишғал олынған Қырымға түрк gemilері кірішінің ясақлануы Украинада ТРТ телеканалының темсілжілігі açılması Türkiye ve Ukrayna arasında mudafa, sanayi, aviakayna, turizm ve infrastruktura sahalarında işbirlik yapılması. Böyle meseleler Ukrayna baş naziri Vladimir Groysman Ankara'ga yapkan iş ziyareti çerçevesinde müzakere etildi. Bu yönelişte Türkiye ve Ukrayna arasında birkaç vesikalar imzalanған. Bu vatandaşlarının karşılık kezintileri ve tahsil sahasında işbirlik. Öyle inanıyorum ki imzalanan bu anlaşmayla birlikte Ukrayna-Türkiye arasında hem turizm faaliyetleri hem ekonomik faaliyetler hem karşılıklı yatırım faaliyetleri çok daha hızlı bir şekilde gelişecek. Dolayısıyla hedeflediğimiz 20 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için ciddi bir başlangıç olacaktır.
Полиция хадимлері юқары шураға келіп, халық депутаты Владимир Парасюкілі ұлған тартышмақында екей еттілері. Кеченлері Славянста полис хадимлері ве Қамачав иштиракчылары арасында қавға олып кечті. Олар арасында халық депутаты Владимир Парасюкта бар екен. Тартышмалар нәтижесінде еді полис хадимы зарар көрген. Полиция баш прокурорға халық депутатының әрекетіне қимет кесмеге чағырды. Парасюк кричал лично мне и моим сотрудникам: я вас всех, сук, понахожу, по одному переловлю и передушу. Не заслужили мы, товарищи народные депутаты, такого обращения ни со стороны Парасюка, ни с кого-то либо другого. Мы защищаем нашу родину как можем, на самом деле, в тяжелейших условиях. Не жалуемся мы на это. Вот просто такие действия приведут к беде большой. Мы остаемся верными Украине, верны своей присяге, верны народу и пытаемся все сделать, чтобы, по крайней мере, на территории Донецкой области люди себя чувствовали в безопасности, насколько это возможно. Қоручылар білдіргеніне көре полис хадимлеріне олған ұжымде Владимир Парасюк иштирак еткен. Халық депутаты ве Қамачав иштиракчылары арабаларынан колоннаға тізіліп кеткен вақыт Весиқаве арабаларыны тешкірмек үшін полис хадимлері тоқтатқан. Парасюк халық депутаты Весиқасыны костеріп дигер айдавжыларға Весиқаларыны костермекні ясақ еткен. Здравствуйте. Чего ты забрал документы? Я документы проверяю. Не надо мне сувать. Парасюк Володимир Зинович. Представьтесь, хто ви такі. Подумайте. Ви не маєте права перешкоджати пересувати? Вам нет. І всі решта Вам нет. Нет. Никто не поедет. Поїде. Никто не поедет. Никто не поедет. Чого ти кричиш? Ви голос не повишайте Ти на мене. почав. Голос не повишайте. Зараз є ворогами Проїжджай, для я нашої сказав, держави. іди звідси. І ти іди звідси. Проїжджай. Проїжджай. Я сказав, проїжджай. Повірили. Зніми маску. В першу чергу. То маск не про один, сука. А бач, де його вже здерли? Зніми маску, сука. Стоять, не подходить, ближе 5 метров. Будеш стріляти. Ближе 5 Ти будеш стріляти. Ти будеш стріляти. Ближе. На землю! Украина президенті Петро Порошенко Украина милли хавсызлығы ве Мудафа шурасына ишғал олынған территорияларынан вақтынже нақилиятларынан қатнамасыны толысынен тоқтатмақны теклиф еті. Нақилият әрекетіні гонулі мобиль тақымлары назарет етежек екен. Президент хакимиетке ярын бұл меселені музакире етмекні теклиф етті. Воно діятиме доти, поки оккупанты не Бұл повернуть. ишгалжилер қырсызланған Украина ишханелеріні қайтарылмағынына қадар чалышачақ. Истисна Украин ве халқара гуманитар тешкілерларының юк арабалары үшін олажақ. Бұл бірлешкен милетлер тешкіляты ве қырмызы хачының халқара комитетідір. До международных гуманитарных организаций, Организацию Объединенных Наций. Хавсызлық ве Мудафа шурасы мал ташымасыны бұтынлей ясақлады. Шуранын кәтебі Александр Турчинов қайдеткеніне көре, Украинаға қаршы Русия тежауызы артқанын бағылыдыр. Русия парасына чалышқан банкларға қаршы санкциялар көрсетілежек. Бөле қарар бүгінгі Украина милли хавсызлығы ве Мудафа шурасының топлашуында қабыл етілді. Украина милли банкнен хавсызлық қызметі банкларының анализіні кечірмек үшін бір күнлік муддет берілді. Олар арасында Русия Сбербанкі да бар. Национальный корпус партиясының фаалжилері Русия Сбербанкына қаршы 3 күнден берлі наразылық акциясы кечірмектейлер. 13 мартта олар банк кірішіні бетон блокмен қапаттылар. 3 роки в Україні вже йде війна. Украинада 3 жылдан берлі дженг девам ете. Бұл заманда Украинада Русия сермиясының пайы 12-ден 40%ге артты. Бұл Русияның Украина иктисадиятының истилясыдыр. Олар бізге тек жебеде дегіл иктисади, сияси, маневи, медени басқы япмаға әрекет еттелер. Біздің акимиятымыз ісе бірше япмай. Украина милли хавсызлығы ве Мудафа шурасының топлашуында Русия сермиясының чалышқан банкларға қаршы иктисади сынырлап көрсетілмесіне қарар берілді. Меніңше бұл санкцияларының көрсетмесі ашағари олмамақ керек. Тамамен ве конструктив олмақ керек. Украинада бұл банк ич олмасын. Бұл банкларының сайысы Украинада 5-6 данияны тешкил етмекте. Асла олмасынлар. Таких банков где-то 5-6 позиций на данный момент в Украине. Их не должно быть.
Киев мерkezinde Сбербанк филиалының янында да бір шубесі бар. Onun ögіне боя төкілді, ama o çalışmağa devam ете. Зараз така ситуація. Şimdi öyle bir vaziyet var. Men hesapны açıp para koysam, bu mühim değil mi? Çünkü bugün bu bildirmeler var. Це неважливо, да? Ukrayna Milli Bankı növbeteki muamelerinin yapılmasını yasak etti. Заборону здійснення буде забороняти здійснення будь-яких фінансових операцій на користь материнських банків. Це надання міжбанківських кредитів, депозитів, субординованих боргів, придбання цінних паперів, розміщення коштів на корахунках і інші подібні операції. Також це заборона виплата дивідендів, процентів, повернення міжбанківських кредитів, коштів з корахунків і субординованого боргу. Також ми пропонуємо заборонити розподіл прибутку і розподіл капіталу. Rusya Sberbankı, Prominvestbank, VTB, BM ve VS banklarına karşı көрсетілecek sanksiyalar Ukrayna Milli Xavfsızlığı ve Müdafaa Şurası tasdik etken son күчке kirecektir. Елизавета Цареградская, Лидия Полянская, Эльдар Тарахташ, Zaman, АТР. Европа номералары олған араба сайыплері Киевдеки Липская соқағында әрекетіні блок етелер. Бұл соқақта Гумрок ве бергі сиясеті бойынша комитет ерлеші. Олар комитет Европа номералары олған арабалар евелкісі кібі қайтсыз 5 күнде келде 1 ел деваманда юрмесінен бағлы қарар қабыл етілмесіні беклейлер. Оларының талапларыны ешітмеселер, фальжелер күтлеви наразылық акцияларыны кечірежеклеріні ешандыралар. Қарар біздің менфаатымызға олмаса біздер Украина бойынша наразылық акцияларыны девам етежекміз. Қарарыны біз бүгін алмақ керекміз. Бұл Грушевского соқағынан бұтын Украин тосменде тұтывы олажақтыр. Соңки қаберіміз едепіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Дайыма атайрылы олыңыз. Көрішкенже.